Короче, достар, таңғы сағат 5:30. Шай ішіп отырық. Қазір папа жұмысқа кетеді базарға. Жоқ, мен негінен бір. Шай ішу керексің. Обязательно ішуім керек па? Ұйықтау деген не байланды па? Еба. Все, достар. Келіншегімнің шайын ішейін. Ал сендер не істеп жүрсіңдер? Кеттік бәріміз. Оказывается, Айжан мен Нучом біз жаққа Алмаситиға көшіп кепті, оказывается, бір улица ғана жоғары тұрады екен. Жақын бізге. Айза прям от души дайындалған ғой. Кәдімгідей өзінің нелерін барын, конфетти, анау, шай, барын. Нұрсұлтанды туған күнімен құттықтап келіп қалып, осындай дастархан жайған екен. Нұрсұлтан 18-ге келіп отыр екен деп айтсам, қате ма? Бір үйдің отағасы. Кейіндеріңе рахмет. Екі баланың почти әкесі. Нарақта Айжан дастархан жайып қойыпты, ойбай, тамағын түсіріп. Молодец, молодец. Бірақ баламен келген мынандай екен, шындай деп отырмын. Ұнамай тұрмаған. Баламен кішкене қиналып қалғанымыз бар енді. Дастарханнан дәм татамай отырып міне. Ұстап отырамын. Міне, көріп ал, сіздер хотя бы көріңіздер міне. Әке бесін жеваш тамақ. Қалат болса да былай айтыр, көмектесейін, маған бер деп айтыр, пысық ұстап, бірдеңкені істеп, менің үйім сияқты емес, таза үйлер деген, таза үйлер бар ғой. Шымкентская. Шашылып атамыз. Да? Пысықсыңдар ма? Сен ондайға кірмейсің, сен оның ортасына. Шымкентская ұқсамайсың. Иә. Достар, всем қайырлы кеш, ассалаумалейкум, қалайсыздар, жақсыздар ма? Короче, қуанышты жаңалық. Біздің клипіміз шықты, короче. Қазір ссылка қалдырам астына. Кайф клип шыққан анау ше еще. Арунамен деген сияқты білесіздер ғой. Ол клип менің бауырымдікі. Жасырбек. Мен түсірмей ақ қойғым келеді негізі. Құтты болсын. Ұяламын камераны. Бұл өзі әнші жігіт та, мен әнші ғой, досым ғой, бірақ ұялады мынау. Ұялмаған әнші болады дейді бауырым. Достар, үшін ссылка қалдырам, кіріңіздер. Короче, кайф клип анау ше. Арунаның түбінде қараттым ғой, короче.